Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай фотоға обработка жасауды үйрететін боламын. Бұл жерде как будто сіз отзывты ұстап тұрғандай боласыз. Ең әуелі бізге отзывтың скриншоты керек. Мінекей кешегі менің видеома Мақпал Дүйсенбек деген оқырман осындай отзыв қалдырған екен. Осыны скриншоттап алдым және де осылай қолыңызды кез келген фонға апарып суретке түсіріп аласыз. Және де осы жерде фонды удалить етіп тастап қолыңызды алып қаласыз. Яғни ол туралы менің видеом бар осы YouTube каналымда. Фотодан фонды удалить ету деген, кесіп алу деген, сол видеоның ссылкасын описанияға қалдырамын. Сол жерден қарасаңыз болады. Яғни фонды удалить еткен кезде дәл осылай қолыңыз отдельно болып қалады. Енді қалай жасаймыз? Ол үшін PicsArtқа кіреміз. Плюсик бастырмасын басамыз. Жаңағы өзіміздің ең алғашқы түсіріп алған фотомызға барамыз. Мінекей осы фотоны алып келдік. Төмен жағында эффекті дегенге барамыз. Блюрді таңдаймыз. Үстін бассаңыздар, осылай блюрді көбейтіп болмаса азайтсаңыз болады. Шамалы осылай бұлдыратамын және де резкіс қосып, дәл осылай өзіңіз қалаған қалыпта келтіре аласыз. Яғни готовы жоғары жағында басамын. Енді осы жерге добавить фото деймін да, манағы қолымызды алып келеміз. Осылай қолымызды алып келеміз. Мына қолдың үстіне әкеліп, дәл осылай қарап отырып өзінің қалпына келтіреміз. Яғни осылай қалыпқа келтіріп аламыз. Қалыпқа мінекей келтірдім. Қарап тұрсаңыздар, артындағы аттың суреті бар фотомыз бұлдырап тұрды. Бер жағындағы біздің қолымыз ап-анық көрініп тұр. Добавить фотоны басамын. Жаңағы өзімнің отзывты әкеліп кішкене көлемін үлкейтсеңіздер де болады, болмаса кішірейтесіз бе, өзіңіз қарайсыз. Яғни саусақтың үстіне қоямын. Жоғары жағында ластик бар, сол ластикті аламын да саусақтың үстін жаймен удалить етемін. Қатты удалить етіп кетсе, вернуть дегенді басып, үстін қайтадан қалыпқа келтірсеңіз болады. Яғни осылай удалить етіп аламын. Ластиктің көлемін кішірейтсеңіздер де болады. Дәл осылай өзіңіз фотоға обработка жасап аласыз. Қателеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге түрлі видеолардың жасалу жолымен, болмаса фотолардың жасалу жолымен бөлісетін боламын.